Отбасындағы тыныштық елдің де болашағына тікелей әсер етеді. Мемлекетіміздегі тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсеткіші көбейіп, халық арасында резонанс туды. Оған соңғы жаңалықтар куә. Әйелін өлтіру, баласын ұру, зорлау секілді оқиғалар ара-тұра бақ беттерінен көрініп жатады. Осы жағдайды болдырмау мақсатында әскерилердің отбасындағы тұрмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу үшін Үшарал гарнизоны әскери полиция бөлімі 40-398 әскери бөлімінде офицерлер келісім шартпен жұмыс істейтін әскерилер мен сарбаздарға тұрмыстық құқық бұзушылық және оның алдын алу туралы жиын өткізді. Құрметті офицер мырзалар, қоғамда белең алған бірден бір бұл аталып жатқан шара қоғамда белең алып жатқан ойын-құмарлық немесе тұрмыстық зорлық-зомбылық, соның салдарынан отбасылық құндылықтардың жоғалуы, олардың алдын алу шаралары осы Үшарал гарнизонының әскери бөлімдер мекемелерінің жеке құрамдарымен, жанұя мүшелерімен жүргізіп жатқан шара. Бұл талап жоғары басшылықпен, соның ішінде қорғаныс министрінің бірден бір мақсатты түбегейлі шешімін таудың алдын алу жолындағы шара болып табылады. Бүгінде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты заң өзгеріп, қаталдана түскен. Мысалы, 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап тұрмыстық құқық бұзушылықтарды тіркеу жәбірленушінің өтінішінсіз іске аса бастады. Әкімшілік хаттаманы тіркеу үшін куәгерлердің, көршілерінің айтуы бойынша бейне камералар мен бейне тіркегіштерге түскен оқиғаларда жеткілікті. Сол заңды түсіндірмек мақсатта баяндамашылар тұрмыстық зорлық-зомбылықтың пайда болу себептері, отбасындағы тәрбие, әкенің рөлі, шешенің қарым-қатынасы, жұмысбастылықтан қалай арылып, отбасыға жеткілікті көңіл бөлуге болады. Әлеуметтік жағдайдың әсері және жанұяның тыныштығын сақтау секілді тақырыптарда сөз сөйледі. Осы жиынның алдыға қойған мақсаты әскери қызметшілердің отбасында ешқандай ұрыс-керіс жеткізбей және осы ойыншылардың алдын алу мақсатында өткізіп отырмыз. Іс-шарадағы баяндамашылардың сөзінен кейін қатысушы әскерилер арасында сауалнама жүргізіліп, әртүрлі сұрақтар қойылып, тренингте өткізілді. Ең бірінші отбасыны, жақсы отбасын құру үшін бірінші ұят дегенді, содан кейін тәрбиенің не екенін, содан кейін ар мен намыстың айырмашылығын түсіндіру керек деп ойлаймын. Бақытты отбасы болудың кілті адалдықта, адамгершілік пен имандылықта. Абзал Сүлеймен, Нұрбақыт Меңдібайұлы, Алакөл жаңалықтары.